Салем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен Өзбекстанда Ташкент облысында дүниеге келдім. Атам жарықтық ашаршылық кезінде әке-шешесі марқұм болып, екі бауыры мен нағашыларының қолында қалған екен. Аштық заман қатты болып, ешкімді аямады деп айтушы еді жарықтық. Ішерге ас таппай қатты қиналдық. Бір інім мен қарындасым бар еді деп көзіне жас алып, ол заманның қиын болғанын, көп еңбек етіп зорыққанын, одан қалса соғысқа барғанын айтушы еді. Солай ас-ауқат іздеп Ташкентті паналап барғандарын, жолда інісі мен қарындасын жерлегенін атам жиі айтатын. Нағашыларының қолында жүріп өзбектен қыз алған екен. Әжем жарықтықтың мінезі қатал. Ауылда ешкім бетіне келмейтін, анам, сенің мінезің де, түрің де, ұрысқақтығыңда бәрі әжеңнен аумайды деп жиі айтады. Әжемнен көп зәбір көрді ғой анашым, содан да шығар мені көрсе, сол кісі есіне түсетіндігі. Үйдің үлкені болған соң, шалдың қызы болдым, өз әкем мен шешемнің есімдерімен атап бойсынбаушы едім. Өте ерке шолжаң болып өстім. 4 жасымнан бастап менде аллергия, бөртпе болды. Күнге шыққанда денем бөртіп қызарып әбден қышитын. Ата-әжемнің емдетпеген жері қалмады. Одан қалса молда, балгерге дейін бардық. Ешқандай шипа болмады. Бір күні Түркиядан профессор келіпті деген соң ақшасына қарамай алып барды. Дәрігер, мұның бір ғана емі бар, қан ауыстыру керек және жер ауыстырып көріңіздер деп шығарып салды. Әжем менің осы ауруыма анамды кінәлайтын. Сенің тұқымыңда аллергия бар. Қыз байғұс қотыр болды деп әбден жегіп ұрысса да анам сөз қайтарған емес. Түнде жастығым бетіне басып қатты білетімін. Әкемнің 5 әпкесі тағы бар, олардың сөзі бір әлем. Қазір ойласам анама қатты жаным ашып кетеді. Ал мен болсам, ата-әжеме еркелегенім болмаса, балалармен ойнамайтын едім. Бәрі мені мазақ қылап қотыр келді, жақындама, жұғып кетеді, фу түрін ай деп айтқанда, жылап ата-әжеме барам. Атам, ой қозым ештеңе етпейді. Сен әлі сұлу қыз боласың өскенде деп еміреніп маңдайымнан иіскейтін. Ал әжем болса, ерінбей көшеге шығып, жаңағы балаларға ұрысып жер жебіріне жететін. Одан қалса үйіне қуып барып ата-аналарына ескертетін. Солай уақыт өтіп жатты. Ойламаған жерден атам қайтыс болды. Мен көп қиналдым. Әжем демеу болды. Араға 3 жыл салып біраз уақыт ауырды. Көп ұзамай бақилық болды. Жастығымның астына суреттерін қойып қоятынмын, сондағы ойым түсіме кірсе екен дегенім. Шынымен де түсінде көріп шығамын. Аппақ теңіз кемеде ата-әжем үшеуміз мәз болып отырамыз. Ырза болған күйде оянатынмын. Жастықтың астындағы фотоларды сүйіп алатынмын, қатты сағынатын едім. Осы тұста айтарым, өтініш келіндер, балаларыңызды енелеріңізге бермеңіздерші. Ертең ол кісілер қайтыс болғанда балаға қатты күйзеліс болады. Қиналады, соның бірі мына мен. Әке, шешем сөйлесе, жұмсаса іштей бірдеңе жібермей тұратын. Былайша айтқанда, біз бір-бірімізге үйренісе алмадық. Мен оларға бөтен сияқты едім. Мені мүлде жақсы көрмейтін сияқты көрінетін. Пештің артына тығылып ата-әжемді сағынып талай жылағамын. Үлкендер қайтқаннан соң бір күн әкем, елге көшейік, балалар өзбек болып кететін болды. Тілдері шүлдірлеп, баяғыдай миллион қазақ жоқ, бәрі көшіп жатыр деп үйімізді сатуға қойып, Қазақстанға көшуге дайындалдық. Сатып оңтүстіктен үй алдық. Жақын жердегі мектепке мені және 3 бауырымды орналастырды. Бұл мектеп бұрынғы мектебімдегі сыныптастарымнан да қатыгез болып шықты. Бір күні 10 сынып оқушысы келіп, сен сияқты ұсқынсыздарға әлемде орын жоқ, сен сияқты өзбекке біздің мектепте орын жоқ, ертеңнен бастап мектепке келуші болма. Тамырыңды кес, немесе өзіңді асып өлтір, әйтеуір сені көрмейтін болайын деді. Ол сөздерге сыныптағы қыздар мен қарқ-қарқ күлді. Сол сөздерге күйзелген мен тамырымды кеспек болдым. Ас үй пышағымен қолымды кесіп жатырмын. Сол кезде анам келіп қалды. Шошып кетіп менімен қосыла жылады, алғаш рет сонда мені құшағына алып еңкілдей берді. Ар жақтан әкем келіп қолымды көріп жатыр, абырой болғанда тамырға тимеген екен. Бәрі басылған соң атанам не үшін менен бұлай жасағанымды сұрады. Қызым, не болды, неге бұлай істедің? Менде үн жоқ.
Көшкелі ақшадан әбден қиналдық, бұрынғыдай жеп ішу, кию жоқ, содан тарыққан шығар. Дем салдырып, мене не үшін бұлай жасағанымды сұрағасын айтпасқа амал болмады. Бәрін айттым, мектепке барып айқай-шу болды, солай біраз уақытқа дейін мені мазақтап күлуі басылды. 9-шы сыныпта аяқтап колледжге түстім, жер ауыстырғаннан аллергиям кетіп жатты. Өзімді дұрыс бағаламаған екенмін, негізі орта бойлы, ұзын шашты, көздерім үлкен сұлу қыз болып шыға келдім. Сурет салған ұнайтын, сондықтан ба, боянуды тез ақ үйреніп алдым. Әкемнің жұмысы жүріп, бұрынғыдай шалқып өмір сүріп жаттық. Оқуға түскелі мінезім ашылып, көзге түсе бастадым. Бала кезден әдеби кітаптарды жиі оқитынмын. Соның көмегі көп тиді. Жиі ұжымдық жұмыстарға қатысып оқуды бітірдім. Бірақ ешқандай жігітпен жүрмедім, қорыққаным шығар, ол кезде сүйіскеннен де 2 қабат болып қалады деп ойлаушы едім. Диплом алған соң университетке сыртқы бөлімге тапсырып, ауылға келдім. Жастайымнан тамақ жасағанды ұнайтын, түрлі тәттілер жасап жақындарымды жиі қуантушы едім. Ауылға келген соң ата-анаммен ара қатынасымыз дұрыс болмады. Оларды әке-шеше деп қабылдамайтынмын. Ата-әжемді сағынып аңсап тұратынмын, әкеммен жиі сөзге келіп ұрысып қалатынмын. Әке-шешемнің айтқан сөздері мен істеріне келіспейтінмін. Тілімнің ашылығы тағы бар, мен кемпір шалдың баласымын деп өзім білемінге салатынмын. Ал әкемнің маған беретін жазасы ақша беруді тоқтату еді. Қалтамда бар тиын тебенімді жинап ашумен Алматыға кетіп қалдым. Анама ескерттім, мен Алматыға кетіп барамын деп едім. Ақшаң бар ма, қайда тұрасың? Не жеп ішесің деп те айтпады. Жолың болсын деді де қоя салды. Нағашымның үйіне барып кондитерскийге жұмысқа тұрдым. Аяқтан тозып, кешке дейін жұмыс жасайсың, алатының тиын тебен ғана. Бірнеше күннен кейін бұл жұмыстан шаршай бастадым, басқа жұмыс дедім. Әйтеуір ол да ұнамады. Сөйтіп жүріп біраз уақыт өтті. Негізі әкемнің ақшасын жұмсап, жеп ішіп жатқанға әбден үйреніп қалған екенмін. Енді не істеймін деп жүргенде бір кафеге бардым, аспазшының көмекшісі керек екен. Оны да істеп көрейін деп қалдым. Бас аспаз жігіт ағасы, әрі кетсе 30-дардағы жігіт. Өзіне жарасатын сақалы бар, өте сыпайы, жұмысымды қалай жасауым керектігін үйретіп жатыр. Өзі өте сабырлы жігіт екен деп қоямын. Солай жұмыс басталып кетті. Аспаздың аты Үсен, өзі Қытайдың қазағы. Бірнеше лағманханалары бар. Бұлай қарап тұрсаңыз өте қарапайым жігіт ағасы. Жұмыс қиын емес, Үсен ағай маған көп жұмыс жасатпайды. Өзінің қолымен жасаған тамақтардың бірінші болып дәмін мен көремін. Түскі, кешкі қалаған асымды сөмкеме салып береді. Жұмысқа кешіксем де, бірдеңе білдірсем де маған ешкім ұрыспайды. Жұмыстағыларға әбден еркелейтінмін. Бір күні Үсен аға, Айнұр, жүріңіз, сізді бүгін шығарып салайыншы деді. Кешкі мезгіл. Сол күні жұмыс көп болып, жұмыстан кеш шықтым. Үсен ағай 5 уақыт намазда, әрі сыпайы жақсы адам, сондықтан ол кісінің арам ойы жоқ екеніне сендім. Екеуміз көшеде жүріп келеміз. Сәлден соң Үсен ағай сабырлы, сенімді дауыспен мені ұнататынын айтты. Ол ештеңе емес, өзінің 8 жыл өтсе де баласының жоқтығын, әйелін қатты құрметтейтінін айтқанда, менің төбемнен жай түскендей. Мен бір түрлі сезімдемін. Өйткені ешқашан ер азамат маған бұлай ашылып сөйлеген емес. Тілімді жұтқан күйде үндемей келемін. Келесі күні жұмысқа барсам, аспаз апайлар келін, даяшылар жеңге деп қарсы алды. Менен басқасының бәрі Үсен ағайдың менде көңілі бар екенін біліп, сезіп жүріпті. Солай мен ол кісіге ақырындап бауыр бастым. Бір жағынан жақсы көретін сияқтымын ба қалай, бірақ әйелі бар деп өзіме рұқсат бермедім. Үсен бір күні маған үйленуге ұсыныс жасады. Ерекше дастархан, мен жақсы көретін лағманды, қазы салған сорпаны өз қолымен жасап алдыма қойды. Айнұрым, алдымен қарныңызды тойдырып алыңыз, сізге әңгімем бар деп қояды. Шындығында оның тамақтары ерекше еді. Тамақтанған соң әңгімесін бастады. Маған үйленгісі келетінін, яғни мені тоқалдыққа алғысы келетінін, бұл жағдайға әйелінің қарсы еместігін айтты. Ал мен аң-таңмын. Сасқанымнан аузыма сөз түспей. Мен қызбын ғой, бұрын тұрмыста болған емеспін.
Әйелі бар еркекке қалай тоқал боламын деп айтып жаттым. Бірақ іштей айтқандарыма қатты өкініп отырдым. Себебі мен оны сүйіп қалдым, ол мені күтетінін, бар жағдайымды жасайтынын айтып тағы да бір ойланшы деп өтінді. Ал мен екі оттың ортасында қалғандаймын. Үнсіз жұмыстан кетіп, біраз ойландым, жұмысқа да бармадым. Ол жиі менен хабар алып тұрды. Менің өмірімдегі алғаш рет ұсыныс айтқан әрине Үсен ағай. Сондықтан болар мен оған бауыр басып ғашық болдым. Ол өте мейірімді. Жиі еркелетіп, жай ғана маңдайымнан, қолымнан иіскейтін. Бір күні әйелімен таныстырмақ болды, келістім. Қара торы келген, арық келіншек. Құрсақ көтермегенім бізге кедергі болмайтынын, тек бала туып берсең бізге солда жетеді деп айтты. Қытайдағы туыстарына айтқан. Олар да қарсы емес. Мен қорқайын дедім, екінші әйел болу масқара деп қоямын. Бірақ сүйемін. Енді не істеймін, Үсен ағай мені асықтыруда. Ата-анаңа айт, ұзатып аламын деп қояды. Көп ойланып әкеме айтамын деп шештім. Хабарласып едім, үндемей тыңдады да, ауылға кел, көреміз деді. Үсен мені шығарып салып, мәз болып қалды. Ауылға келсем, анам әбден таяқтың астына алды. Әкем, не масқара, сонша жиған абыройымды төктің деп қатты ренжіді. Тоқал бол не деген сұмдық деп қатты ұрысты. Мен оны жақсы көрем дегеніме қарамай, телефонымды тартып алып үйге қамап қойды. Небір молдаларға оқытты, анамның ойынша мені дуалап алған. Бірақ Үсенді ұмытпадым. Бір күні телефон тауып хабарластым, бар жағдайды жылап айттым. Ол болса мені уайымдағанын, сағынғанын айтты. Екеуміз келісіп, мені белгіленген күні алып қашатын болды. Үйде тығылып қашып та шықтым. Ол мені құшақтап, иіскеп Алматыға алып қашты. Мені үйде жоқ екенімді білген әкем артымнан қуып Алматыға келіпті. Бар таныс, тамырларын салып жүріп, мені тауып алып, жылағаныма да қарамай алып кетті. Үсен қанша әкеме жалынса да, мені қалдырмай ауыр сөздерді айтып алып кетті. Тағы да үйге қамап қойды. Таңнан кешке дейін жылаймын. Жұрттың бәрі мені өсектеп жүр. Елдің аузында мен бәленшенің қызы, бір бай шалдың қатыны болған жерден ұстап алып келіпті деген өсектер айтылды. Үсен әкеме хабарласып өтінуін қоймады, бізге бәрі бір рұқсатын бермесін білді ме, маған бар жақсылықты тілеп қоштасты да, енді мазаламайтынын айтты. Ал мен жылаған күйі қала бердім. Арада 2-3 ай өтті, бәрі ұмытылып, қалаға барып квартира іздедім. Оқуымды реттеуім керек болды. Оқытан таптым, 3 қыз екен, қастарына қыз алмақшы. Ақшасын беріп қыздармен тұрып жаттым. Бірде майда шүйде заттарым, келесі күні ақшам ұрланды. Мен айқай шу шығарып, Дана деген қызбен төбелесуге дейін барып, быт-шытын шығарып ұрдым. Бар ыза іште жиналып қалғаннан ба айқайлап, ұрып бар ашуымды сол қыздан алдым. Дана ақыр алғанын мойындап, заттарымды жинап кетіп қалдым. Үйге келіп тек жатамын. Менің үйде жатқаным анама ұнамай, әкемде жақтырмай. Сенбі күні саған бір жігіт келеді, адамша сөйлес. Сағынның жиені жақсы жігіт. Сөздерің жарасса, ұзатамыз деп қойып қалды, анамда жағаласып. Түріңде ретте, дұрыс көйлегіңдей кей жігіт келе жатыр, жеңгесімен, әкіреңдемей адамша сөйлес. Сені жасты қыламын ба, не оқып, не жұмыс жасап қатырмадың. Жасым болса, 20-да, абыройдан айырмай тұрғанда, иеңе тапсырайын деді. Атанамның мына сөздері жүрегімді жараласа да, ештеңе істей алмадым. Сенбі. Түскі уақыт үйдегілер айтқан жігіт жеңгесімен келді. Ой, сұлу қызыңыз бар екен ғой, жастар оңаша сөйлессін. Бір-біріне ұнаса ар жағы той деп қулана күлді. Жігіт ұзын бойлы, ірі денелі қара тор екен. Көп сөйлемеді, жүзіме көзін алмай қарап отырды да. Ертең қалада жолықсақ қалай қарайсыз деді. Қабағым қатулы, мен көрерміз деп бөлмеге кіріп кеттім. Әке-шешем ауыздарын толтырып жігітті жақтап жатты. Әке-шешем күштеп кездесуге жіберді. Ертесіне уәделескен уақытта қалада кездесіп, жақсы бір ресторанға алып барды. Аз сөйлейтін сабырлы жігіт екен. Тамақтанып болып жүріп қайтайық деді. Жолдан шар мен гүл алып, маған тұрмысқа шығасың ба деп күліп тұр. Ашуым келгенмен, сені бірінші рет көріп тұрмын. Қуасың ба, мен таза жындымын, ашулансам өзіме жауап бермеймін дедім. Осылай айтсам менен безіп кетер деген ниетпен айттым.
Ал ол болса жай ғана құшақтап қандай болсаң да жақсы көрем дейді. Мен сөнмен болған бар жагдайды айтқан едім. Ол ештеңе етпейді, ұмытасың, ұмыттырамын сені, бақытты қыламын деп ізімнен қалмады. Әлгі жігіттің есімі Мақсат. Мен ол жігіттің бетін қайтарып, олай болмайтынын айтып үйіме қайттым. Келген соң ұнамағанын айтып едім. Әкем, қап өте жақсы бала еді. Бекер қылдың деп ренжіді. Бір қалыпты өмірім өтіп жатты. Ешқайда шықпаймын, тек ішіп жеп ұйықтаймын. Бір күні үйге екі әйел келді. Мені көріп айналып толғанып сүйіп жатыр. Анам құрақ ұшып шай тамақ дайындап жүр. Сөйтсем өткендегі мақтаған, әкеме ұнаған Мақсаттың анасы мен жеңгесі екен. Маған құда түсіп келіпті. Балам осы қыздан басқасын алмаймын деп келгендеріне ашуым келді. Өзі қарадан келген 60-тардағы әйел. Әкем болса қуанып, балалар бір-бірін тағы бір көрсін, ұнатып жатса қолдан ұзатып беремін. Алғашқы қуанышым деп қояды. Маған бар ақылын айтқан анам тағы да кездесуге күшпен шығарды. Қолында гүлі бар, жымиып мені күтіп тұр екен. Бұл жолы да қалай бар солай айттым. Ол болса ештеңе етпейді, мен ұмыттырамын, мен сені сүйемін, көресің, бәрі жақсы болады деп менің көңілімді табуға тырысып жүр. Сәлден соң қоштасып үйге келдім. Тағы да ұнамайды деп айта бергенім сол еді. Әке шешем бізге ұнады. Болды, осы жігітке тұрмысқа шығасың деп шегелеп айтты. Тәтті шай жасап ұзату тойды, құдалықты белгілеп екі жақ келісті. Ішім алай дүлей қатты қиналдым. Мақсатпен телефон арқылы сөйлесіп тұрдық. Жиі хабарласатын, әр звондағанда жақсы көрмейтінімді айтатымын. Ол жай ғана күліп бәрібірде бас тартпады. Той жақындаған сайын анама жалындым. Мені бақытсыз қылмаңыздаршы деп жыласам да бекер болды. Менен құтылғанша асыққан анам. Танитындардан сұрастырдық, өте жақсы жер, бақытты боласың деп қояды. Құдды сол кісілердің жеңгелері секілді, ал мен әдеттегідей көз жасыма ерік беріп, әрбір түнімді жылаумен өткізіп жүрдім. Той мені ұзатқалы жатыр. Сол күн әлемдегі ең көңілсіз қалыңдықмен шығар, әкем дүркіретіп ұзату тойымды жасап шығарып салды. Ешқандай жылау, қимастық деген болмады. Мақсат ауылдың ауылында тұрады. Үйлері өте кішкентай, 3 бөлмелі времянка екен. Өзінен бөлек 5 қарындасы бар. Бір қызығы дүние дөңгелек деген рас екен. Көліктен түсіп басыма үлкендер ақ жаулық жауып жатты. Отқа май тамызып үйге кірдім. Кірсем баяғы төбелескен Дана менің туған қайын сіңілім болып шыға келді. Аларып ызаланып маған қарап тұр. Бірақ ештеңе демеді. Ұзатып келген жеңгелерімді күтіп жатты, мен айналама қарап аң-таңмын. Мақсаттың үйі өте лас, және мынадай кішкентай үйде қалай тұрамын. Мен хан сарайдай үлкен үйде еш таршылық көрмей өстім ғой деп ішім өртеніп жатты. Келесі күні беташар болып неке қиылды, үйілген ыдыс-аяқ пен моча сасыған үйде өзім ғана қалдым. Енем түттігіп кеткен. Маған жек көретін адамдай ызаланып қарайды. Түсіндім, Дана бәрін айтқан екен. Ал Мақсат өміріне риза, сені бақытты қыламын қайта айтып қояды. Енем беташардан соң бізге не төсек салып бермедім, не жылы қабақ танытпады, мен пәк болып сол босаған аттадым. Мақсат мектепте тарихтан мұғалім, ата енем зейнеттегі кісілер, ал қыздардың бірі ажырасқан, қалғандары тұрмыс құрмаған. Осылай уақыт өтіп жатты. Мені енем жек көретіні қатты білініп тұратын. Ұлын жиі қызғанып, болатынға да болмасқа да ұрыс шығаратын болды. Мақсат еш қайсымызды жақтамайтын, Алланың құдіреті бара салып құрсақ көтердім, оған қуанған ешкім жоқ. Оны білгенде өзімде өкіріп жыладым. Маған бала керек пе еді? Бірнеше ай тұрып ажырасып кету менің арманым еді. Онсыз да ол үйде бір күн аш, бір күн тоқ жүретінмін. Енем ешқашан дүние жинамаған екен. Енем қолына түскен ақшаға қыздармен киініп, қыдырғандарына мәз болып жүре береді екен. Ал атам өмір бойы ішкіш болған. Қартайып денсаулығы жарамаған соң арағын қойған. Ол кісінің түк абыройы жоқ, өйткені енем 40 жылдан бері асырап өзі баққан. Енем Мақсатты қасыма жатқызбайтын, сорлы байым шешесінің айтқанын шықпайтын мамасының баласы болды. Әке шешеме бұл жайлы жақ ашып айтпадым. Олардың жақтап мені қорғайтыны екі талай. Қылышын сүйретіп қыс келді. Енем қабағын шытып, көмір жоқ, сен ана үйге жат, енді салынып жатқан пеші жоқ, қайдан көрдің ата енесімен бір бөлмеде жатқан келінді деп сөйлей жөнелді.
Қалай жатамын, ол жақ суық. Жүктімін, ауырып қаламын деп едім. Енем ашулана. Ит пен құстан тапқан балаңды маған айтпа. Сен қаншығы 2 қабат болған соң менің баламды дуалап 2 көріп тие салдың. Шүлдірлеген сарт демесі бар ма? Ондайды алғаш естіген мен не істерімді білмей тұрған жерімде қатып тұрмын. Мақсат, мына шешеңне айтып тұр. Бұл сенің балаң ғой, арым таза болып келдім, Алла куә деп көзім жасаурап одан пана күттім. Мені жақтаса екен дедім. Бірақ ол олай жасамады. Қазір қыздықты тігіптей береді екен. Солай жасаған шығарсың дейді. Оның мына сөзіне қатты ызаланып, жата қалып еңіреп жылай бердім. Келесі күні анама звондап енем ұрысты деп шет жағасын айтсам, ештеңе етпейді. Менде талай қорлық көріп, енді өз алдымызға отан болып отырмыз. Маған 2-ші рет, үй ішіңді жамандаушы болма деп телефонды қоя салды. Құдды мен жетім бала сияқтымын. Не күйеуімнен, не анамнан жылулық таппай, қанаты қайырлыған панасыз құс секілдімін. Түнімен үсі пеші жоқ қара батпақты үйде жалғыз өзім жылап жатырмын. Күйеуім болса шешесінің қасында жылы жерде қор етіп еш уайымсыз ұйықтап жатыр. Кейде шешесін ұйықтатып қасыма келеді, жақсы көріп тұрғанмен жоқ, өзіне суық екенімді білет де қайта кетеді. Бір күні бүйрегім ауырып төркініме бардым. Емханаға барып ем алдым. Бірақ ешқандай әсері болмай әкем. Ташкентке барып емделіп көрсеңші, ақшаны мен беремін деді. Ол жақтағы дәрігер бүйрегім қатты суықтан іріңдеп кеткенін, содан аяқ қолымның іскенін айтты. 15 күн жатып емделдім. Мақсат 1-2 хабарласқаны болмаса, не ақшалай, не дәрі-дәрмек алып көмектескен жоқ. Шешем мына түрімді көріп қателестік-ау, өз қолымызбен қызды бақытсыз қылдық деп енді өкінгендей болды. Бірақ өз намысын ойлаған әкем. Ешқашан ажырасуды ойлама. Жүзімді қара қылма, мені абыройсыз етпе деп шегелеп айтты да, мені сол тозаққа өзі келіп тастады. Үй іші әбден іріп-шіріп кетіпті. Кіргенем мочаның, зәрдің иісі жүрегіңді айнытады. Енемнің бір жаман әдеті бар. Сап-сау болса да үйге тазик алып кіріп түнде тазикке сиетін. Жаз айында есіктің алдына отыра салатын сондай салаға ел еді. Не ел жұртқа абыройы жоқ. Үйіне кісі кірмейтін адам жақтырпайтын қырсық біреу еді. Үйтіп-бүйтіп қысты да бітірдік, бірақ күн әлі де ызғар. Көктем ерте келді, менен қан кете бастады. Ішім бүріп ауырып барады. Шыдамай енеме келіп айттым. Ол 40 жыл медбике болып жұмыс істеген адам. Бірдеңе білетін шығар деген ой ғой, сөйтсе менем жарықтық. Ештеңе етпейді, 2 қабат кезде сондай болады. Месячный ғой деп қояды. Балалығым шығар, енемнің сөзіне сендім, түн ортасы болды. Қан әлі кетіп жатыр. Ішім болса бір ауырып, бір қояды. Солай таңды әзер атырдым. Енеме қайта айтып едім. Айттым ғой, сен қатынға ай толғақ шығар деп ұрсып тастады. Шыдамай анама хабарластым. Басың жасайма, 2 қабат кезде қан кетушім еді. Сенде толғақ, тездетіп емханаға бар, мен де қазір жолға шығамын деді. Мақсатты оятып перзентханаға бардым. Енем баласын жібергісі келмей, сандалып босқа қайтып келесіңдер деп қояды. Перзентханаға барсам өзіме айқайлап жатыр. Сонша уақыт шыдап жүре бергенің не? Сен бүгін туасың деп мені одан сайын жылатты. Жылаған күйі рот залға алып барды. Қатты қиналып, салмағы небәрі 1,5 келі ұл бала босандым. Маған түрінде көрсетпей реанимацияға алып кетті. Бала менингитпен туылған. Басына көп мөлшерде қан кеткен деп айтқанда, тек жылай бердім. Өмірге келмей жатып, бар азапты көретін сәбиімнің жағдайы менің жүрегіме қатты батты. Басыма келген бар қиындықтарды әке-шешем мен енемнен көрдім. Бәрін қарғап мына жалғанды жек көріп кеттім, өлгім келді. Балам үшін шыдадым, жылай бергенен көкірегім тас болып қатты. Оған қарауға шамам болмады. Реанимацияға 1 күннен соң барып көзіммен ұлымды іздедім. Денесінде толған аппараттар, көзі ашылмаған сәби ұйықтап жатты. Дәрігермен сөйлесіп едім. Мен ештеңе айта алмаймын. Сабыр қылыңыз, үмітсіз шайтан деп шығарып салды. Палатаға келсем 4 келіншек 4 баласын еміреніп емізіп отыр.
Менің ұлым өлім мен өмір арасында қиналып жатыр. Алламай, маған осындай бақытты көп көрдің бе деп тек еңіреп жылай бердім. Мұны байқаған дәрігерлер жалғыз өзімді басқа палатаға жатқызып кетті. Солай нағыз тозақ басталды. Артымнан не енем, не мақсат іздеп келмеді. Арада 1 ай уақыт өтті. Тек ата-анам демеу болып жүрді, өз кінәларының өтеуі болар. 1 ай уақыт өтсе де баламда еш өзгеріс болмай, мен үмітімді үзе бастадым. Жылауды да қойдым. Есі ауған адамша теңселіп жүремде қоямын. Бұлай жүргеніме шыдамаған болу керек. Дәрігер шақырып алып әбден намысымды қайрап сөйледі. Есіңді жи, балаға сен керексің. Саған бала керек пе? Жан-жағыңды кінәлағаныңды қой деп біраз ұрысты. Сол күні жұма, 7 нанымды алып, садақамды алып мешітке бардым. Имамға ұлымның аты жөнін айтып дұға жасауын және жамағаттан да дұғаларына қосуын өтіндім. Мүмкін 100 немесе 1000 адамның дұғасы қабыл болмас, бірақ бір пенденің менің ұлыма жасаған дұғасы қабыл болып балам жазылып кетерден үмітім бар еді. Алланың қалауымен, Раббымның ұлықтығында шек жоқ екен. Келесі күні баламды реанимациядан шығарып қасыма берді. Сол күні әлемде менен асқан бақытты жан жоқ. Қуаныштан көз жасым тыйылар емес. Ем алып дәрігердің бақылауында бас-аяғы 70 күн жаттық. Оңай болған жоқ. 2 айдан асқан соң үйге шықтым. Бала адам болыпты дегенде естіген атам мен мақсат кешірім сұрап қайта келді. Ұят болады, баланы әкесіз өсірме деп әке шешем тағы да ертіп жіберді. Көз жасым көл болып қайта бардым. Қуанған ене жоқ, өзім шомылдырып, өзім қарадым. Сол кезде баланың салмағы не бәрі 2500 кіреді, қалай қорықпағамын деп таңғаламын. Мұнымен сынақ бітпеді. 1 айдан соң баламды невропатологқа көрсетсем, ұлыңызда эпилепсия деп диагноз қойды. Тағы жылау, тағы шарасыздық, енді не істеймін деп есіңгіредім, сөйтіп әбден сандалдым. Аналық махаббатым сезді, ұлымның аты жаман аурумен ауырмайтынына сенімді болдым. Қайда барсамда, қандай дәрігерге барсамда айтатыны сол. Мені күнен күнге уайым жеп барады. Талай ауруханалардың табалдырығын тоздырдым. Ешқайсысы көңіліме қонатын дүние айтпады. Байдан енеден қайран болмады, не сөзбен, не қаржылай қолдамады. Мені қинап ұзатқан үшін өздерін кінәлі сезінген әке шешем бар шығынды көтерді. Ақылдаса келе Америкада оқыған білікті невропатологқа көрсетуді жөн-кердік. Ол кезде ұлым 8 айлық, не аунамайды, не еңбектемейді. Ұзақ күтіп сол дәрігерге бардық. Үмітіміз ақталды, бізде еш қандай эпилепсия жоқ екен. Альхамдулиллах, шүкір, аналық сезімім алдамаған екен. Тек бала шала туған үшін оның миы ұйықтап жатыр, тек қана қарынның ашқан кезінде ғана ми сигнал береді. Сіздің ұлға тек точкалық массаж керек дегенде қуаныштан өксіп жылап жібердім. Ұлымды емдетіп, массаждың 5-ші күні-ақ өз нәтижесін берді. Балапаным аунап бастады. 1 жас, 3 айында жүгіріп кетті. Балам жазылып, жүрегім жарылардай мәз болып жүргенде, күйеуім басқа қатынмен көңіл көтеріп жүріпті. Ажырасқан бір қызы бар, сары келіншек. Мен бейбақ ұлыммен алысып жүргенде, оның жын ойнақ жасағаны жүрегіме батты. Айқайда шығармадым, жай ғана не үшін бұлай жасағанның себебін сұрадым. Басында мойындамай, қыстап қоймаған соң: сен маған қашан көңіл бөлдің? Түрімді қарашы. Сен менімен қашан жаттың? Есіңде ма деп ұялмастан айтып тұр. Айнаға барып қарасам, шашыма кәдімгідей ақ түсіпті. Көзімнің айналасының бәрі майда әжім, бүкірейіп түрім сұрланып кетіпті. Баяғы кірпік жабыстырып көзін үлкейту үшін линза тағатын, бұрымы белден келетін ақ құба қыздан түкте жоқ. Құдайдың маған берген сынағы аз емес. Жетер енді, шыдамым таусылып ажырасуға бел будым. Анама хабарласып бәрін айттым, келіп алып кетті. Енем екеуі ұялмастан бар кінәні маған артып қала берді. Сонда түсіндім, бұларға жақсы келін болсаң да жақпайды екенмін. Тек киім кешегімді жинап төркініме қайттым. Қайтқан қыз кімге жағушы еді? Әкем түртпектеп баяғы абыройын айтады. Бауырларыма баланың жылағаны жақпайды. Арада 1 айда өтті. Мақсат хабарласып, ұлын сағынғанын айтып, кешірім сұрап жылады. Кешірмедім, үйдің алдына келіп кешірім сұрап кешті батырып жүрді. Әке шешем, тағы бір мүмкіндік бер. Бала тегін біліп өсу керек.
Ұл солардікі ажырасқын келсе, ұлыңды соған беріп, өзің кел дегенде жүрегім қақ айырылды. Мына жалғанда жалғыз Аллаға ғана сенетімін. Бұлай сүмелек болып жүрі берудің енді реті жоқ еді. Қайда барсам енем, дүркіретіп артымнан келген заттың бәрін таратып, қалғанын сатып жіберіпті. Қатты ашуландым, енеме барып, аузыма келгенді айтып, әдесем әдеп тұрып алдым. Бүлінгенен бүлдіргі алма деген сол дүниенің бәрі саған және қыздарына садақа деп отыра бердім. Сәлем салуды қойдым. Қалағанша ұйықтап, қалаған асымды жеп, қаламасам ештеңе жасамай жата беретін болдым. Баяғыдай құрдай жорғалау жоқ, бұл енеме жақпады. Баласына күнде мені айдап салатын болды. Бір күні сонда ерегістің соңы менің таяқ жеуіммен басталды. Енем ұлына мені ұрғызып мәз болып күліп тұр. Сонда енемді шын қарғадым. Құдай сені маған зар қылсын. Менің қолыма қарап қалғын, өз бала шағаң сенен безіп кетсін дедім. Таяғымды жеп болған соң енеме барып, мәзсіз ба, ризасыз ба десем күліп отыр. Мынаны ұмытпаңыз, ұлыңыз қанша ұрса да, қыздарыңыз күнде қарғап, боқтап мазамды алса да мен бұл үйден кетпеймін. Балаңыздан ажыраспаймын. Көресіз әлі, балаңыз менің қабағыма қарап өмір сүретін болады. Әжем жарықтық балам кісі ақсына кірме, кісі көңіліне келме, біреуге қиянат жасасаң бұрын 40 жылда келсе, қазір 40 күнде келеді деуші еді. Сізге де бір тоқтау бар шығар деп кетіп қалдым. Сол күндерден соң ес жиып, ел қатарлы боянып, өзіме көп көңіл бөліп, саудамен айналыса бастадым. Күйеуіме бар тәтті тамағым мен тәтті сөзімді арнадым. Ол өзгерді. Еркек бала сияқты болады деген рас екен. Қателігін түсініп, обалына не керек атамда, күйеуімде балажан болды. Құлынымның күнде тәтті қылығы шығып біздің бақытымызға айналды. Баламды енем қолына алып еміренбеді, жақсы көрмеді. Оны мен де керек етпедім. Бірде күйеуім мен атам қала сыртына тойға кетті, енем қайынсіңілдерімен үйде қалды. Енеме, бала ұйықтап жатыр, қарап қойыңыз, мен шашымды бояп, жуынып алайын дедім. Ол үндемеді. Бір кезде баланың шыңғырған даусынан шала жуынып шықтым, қарасам бала ұнап қатты жылап жатыр. Оған қарайтын ешкім жоқ, қайынсіңілдерім телефон шұқылап отыр. Енем өтіріп ұйықтап жатыр. Ызам келіп, ыбырсып жатсыңдар ғой, мына балаға қарай тұрсаңдар қайтеді десем, баяғы Дана деген қайын сіңілім. Көшеден тапқан балаңа қарауға міндеттіміз бе дейді. Ашуға мінген мен. Сен өзіңе қарап алшы. Қайдан тапсамда әкесі бар. Ал сен көрінгенме гостиницада жүрсің. Етегіңде неше түрлі ит еркек деп едім. Ұлымның басына қатты бір затты лақтырып қалмасы бар ма? Ұшып тұрып ал тепкіледім. Енем қанша ажыратуға тырысса да, бір уыс шашы қолымда, басын ұстап болға ұрып жатырмын. Әрең дегенде ажыратып алып, мені түнгі 12-де баламен күздің суығында қуып шықты. Мақсатқа звондасам өшірулі. Інімді шақырып төркініме кеттім. Ертесіне күйеуім звондап тұр. Нағыз жәлеп екенсің, шешем айтқанда сенбеп едім дейді. Иә, не боп қалды? Қайдан білдің десем. Кеше түнде боянып шашыңды жайып бір еркектің көлігіне отырып кетіпсің дейді. Шешесі мен қарындасы өтірікті шындай қылып айтқан, ашуланған мен. Енді мені тыңда, қалай болғанын айтып берейін деп барлығын айтып бердім. Атам екеуі келіп тағы кешірім сұрап алып кетті. Атам немересін қатты жақсы көрді. Үйге барған соң қыздарын мені қалай қуса солай қуып, сендер ешқашан келінім мен немеремдей бола алмайсыңдар деп айтып қуып шықты. Енеме де айтқаныма көнбесең сен де кет қыздарыңмен деп боқтап берді. Сол күннен соң отбасымызда тыныштық орнап, жақсы тұрып жаттық. Мақсат бар көңілін маған және ұлына бөлді. Жиі гүл сыйлап, жеке қыдыртып, қайда барса алып жүретін болды. Көп өтпей енем онкологиямен ауырып больницаға түсіп қалды. Ұзақ жатты. Жек көрсемде тамақ тасыдым. Екі ортадан шешесін ойламай, екі қыз, екі малшыға күйеуге шығып кетті. Жамандағаным емес, бірінің байы ішкіш, екіншісінікі тиран. Соған қарамастан аяқтан тозып екеуінің құдалығын жасап бердім. Саудамен айналысқанның осы кезде көп пайдасы тиді. Енем больницадан шыққасын, көп өтпей тағы да операция болып жатып қалды. Тағы шыққасын құрт ауруымен ауырып тағы жатты. Қазір жүріп тұруы қиын. Баяғыда бекер қарғадым-ау, әлде баламның көз жасы жібермеді ме? Қазіргі жағдайы тым нашар.
Таң қалғаным қыздары не үйге, не больницаға барып шешелеріне қарамады. Мүмкін өмірлері дұрыс болмаған соң келмеген шығар. Аллах есіркесін, енемнің көзі жетті, ұлымнан кешірім сұрады. Жақсылық жасасаң да өзіңе, жамандық жасасаң да өзіңе деген рас. Альхамдулиллах, қазір бізде бәрі жақсы. Ұлым 4 жаста зыр жүгіріп жүр. Ақылы мен зеректігі өз алдына ерекше бала, оны ешкім шалабай деп айтпайды. Үй соғып жатырмыз, көтеріп қойды, қазір саудамен айналсамын. Жағдайымыз жақсы. Жақында екінші ұлымды босандым, мақсат бар, көңілін маған бөледі. Жиі жақсы көретінін айтып арасында себепсіз гүл сыйлайды. Шүкір, бақыттымын, қазір енем өзгерген. Шайыңды ішіп алсаңшы, тамақ іштің бе деп сұрап қояды. Жай ғана жымиып иә, иә деп қоямын. Менің өмірім осы. Керегін өздеріңізге аларсыздар. Барша нәзік жандыларға бақыт тілеймін. Әңгіменің соңы арнама тіркеліп лайк басып кетіңіздер.